Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін математикадан 71-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы элементтерінің саны бірдей жиындарының бірігуі, көбейту. Бірінші тапсырма практикалық жұмыс. Жиындардың бірігуі. Үстелдің сол жағында екі дөңгелек пен екі тіктөртбұрыш жатыр. Үстелдің оң жағында екі үшбұрыш пен екі шаршы жатыр. Балалар, біз үстелдің суретін салдық және оларға фигураларды орналастырдық. Үстелдің сол жағында екі дөңгелек және екі тіктөртбұрыш жатыр. Үстелдің оң жағында екі үшбұрыш пен екі шаршы жатыр. Төмендегі нұсқаулық бойынша орында екі дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қой. Екі дөңгелекті үстелдің ортасына қоямыз. Қалған фигураларды осылайша екі-екіден қоюды әрі қарай жалғастыр. Бізде келесі фигура тіктөртбұрышты да үстелдің ортасына қоямыз. Бірінші тіктөртбұрыш, екінші тіктөртбұрыш. Келесі үшбұрыш, бірінші үшбұрыш, екінші үшбұрыш. Келесі фигура бізде шаршы, бірінші шаршы, екінші шаршы. Фигураларды үстелдің ортасына орналастырдық. Екі-екіден сен неше рет қойдың? Жоғарыда орындаған әрекеттеріңді санды өрнек түрінде жаз. Оның мәнін тап. Біз үстелдің ортасына екі дөңгелекті қойдық, екі тіктөртбұрышты қойдық, екі үшбұрыш қойдық, екі шаршыны қойдық. Барлығы 8 фигура болды. Есіңде сақта, бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейту амалмен алмастыруға болады. Яғни, 2 қосу, 2 қосу, 2 қосу, 2 теңдігін мынандай теңдік түрінде ықшамдап жазуға болады. Екі фигурадан 4 рет алғанда 8 шығады. Немесе 2-ні 4-ке көбейтсе 8 шығады. Мұндағы нүкте көбейту амалының таңбасы. Ережені балалар оқып жаттап аламыз. Екінші тапсырма зерттеу. Суреттерге қара. Алдымен қосу амалымен, содан соң көбейту амалымен теңдіктер құр. Бірінші суретте үшбұрыштар жиыны, дөңгелектер жиыны, шаршылар жиыны берілген. Барлық жиын элементтері қанша? Үшбұрыштар жиынында 3 элемент бар. Дөңгелектер жиынында 3 элемент. Шаршылар жиынында 3 элемент. Барлығын қосқанда 9 элемент бар. Келесі қосуды көбейтумен алмастырғанда әр жиында 3 элементтен 3 жиын бар. 3-ті 3-ке көбейткенде 9 шығады. Екінші суретте қаламдар жиыны, түрлі түсті қарындаштар жиыны және фломастерлер жиыны. Әр жиында 4 элементтен барлығы қанша элемент шығады? Алдымен қосу амалымен есептейміз. Бізде бірінші қаламдар жиынында 4 элемент бар. Түрлі түсті қарындаштар жиынында 4 элемент. Фломастерлер жиынында 4 элемент бар. 4-ті өзіне 3 рет қосамыз, барлығы 12 элемент бар. Көбейту амалымен есептейміз. Әр жиында 4 элементтен 3 жиын бар. 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12 элемент. Үшінші тапсырма бос торкөздерге тиісті сандарды қой. Бірінші суретте 5 теңгелік 5 тиындар берілген және барлығы қанша теңге болады? 5 теңгені 5 рет қостық, барлығы 25 теңге болады. Көбейтумен алмастырамыз.
5 теңгені 5 данаға көбейтеміз. 5-ті 5-ке көбейткенде 25 теңге болады. Екінші суретте 100 теңгелік тиындар берілген. Олардың саны 3. Барлығы қанша теңге? 100 теңгені 3 рет қосамыз. Барлығы 300 теңге бар. Көбейтумен алмастырамыз. Бізде 100 теңгелік 3 тиын бар. Барлығы 100-ді 3-ке көбейткенде 300 теңге. Төртінші тапсырма, есепті шығар. 3 сөренің әрқайсында 4 топтан бар. Сөрелерде барлығы неше топ бар? Суретте 3 сөре көрсетілген. Бірінші сөреде 4 топ бар. Екінші сөреде 4 топ бар. Үшінші сөреде 4 топ бар. Барлығы 12 топ. Енді көбейтумен есептеміз. Әр сөреде 4 топтан дәл осындай 3 сөре бар. 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12. Жауабы сөрелерде барлығы 12 топ бар. Бесінші тапсырма, өрнектер құр және олардың мәнін тап. Кесте бойынша өрнектер құрастырамыз. 80 мен 35-тің айырмасына 18-ті қосамыз. 80 мен 35-ті азайтқанда 45 болады. Және қосамыз 18-ті. 45-ке 18-ті қосқанда 63 болады. Келесі 49 бен 35-тің айырмасына 41-ті қос. 49-дан 35-ті азайтамыз, 14 қалады. 14-ке 41-ті қосамыз. 55. Келесі 35 пен 25-тің қосындысынан 46-ны азайт. 35-ке 25-ті қосамыз. 60. 60-тан азайтамыз 46-ны. 14 қалады. Келесі 74 пен 25-тің қосындысынан 14-ті азайт. 74-ке 25-ті қосамыз, 99. Азайтамыз 14. 85. Алтыншы тапсырма, азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жаз және оларды шеш. Бірінші теңдеу, x пен 14-тің қосындысы 26-ға тең. Таңба қосу, бірінші қосылғыш белгісіз, азайту амалымен шығарамыз. X-ті табамыз, 26-дан азайтамыз 14-ті. Тең 12. 12-ні X-тің орнына қойып жазамыз. 12 қосу 14 тең 26. Екінші теңдеу, x пен 35-тің айырмасының мәні 24-ке тең.
біз екінші теңдеуді жазбаймыз, өйткені ол қосу амалымен шығарылады. Үшінші теңдеу 57 мен x-тің айырмасының мәні 47-ге тең. Бізде теңдеу азайту амалымен шығарылады. X тең 57-ден азайтамыз 47-ні. Айырманың мәні 10-ға тең. X-тің орнына қойып жазамыз. 57 азайтылған 10 тең 47. Теңестіреміз. 47 тең 47. Жетінші тапсырма, үй тапсырмасы. Өрнек құр және оның мәнін тап. 4 жиынның әрқайсысында 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктір. Жиында енді неше зат болды? Бізде 4 жиын бар, оның әрқайсысында 5 заттан бар. Бірінші жиында 5 зат, екінші жиында 5 зат бар, үшінші жиында 5 зат, төртінші жиында 5 зат. Барлығы 20 зат бар. Оларды енді көбейтумен есептейміз. Әр жиында 5 заттан 4 жиын бар. 5-ті 4-ке көбейтеміз. 20. Жауабы жиында 20 зат болды. Сегізінші тапсырма. Бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, екі таңбалы сандардың 3 қосындысын жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер. Бірліктерін қосқанда 10 сан шығу керек. Біз 5-ке 5-ті қосып көрейік. 5 қосылған 5. Ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығу керек. Біз ондықтарына 1 және 2 ондықты қосайық. Бізде барлығын қосқанда 40 болады. Келесі 7 бірлікке 3 бірлікті қосқанда 10 болады. Ондықтарын 2 ондық және 4 ондық. 27-ге 43-ті қосқанда 70 болады. Келесі 9 бірлікке қосамын. 1 бірлікті 10 болады. Ал ондықтарына 3 ондық пен 1 ондық. 39-ға 11-ті қосқанда 50 болады. Енді қосуды азайтумен тексереміз. 40-тан азайтамыз. 25-ті тең 15 қалады. 70-тен азайтамыз. 43-ті тең 27 қалады. 50-ден азайтамын. 11-ті тең 39 қалады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.